Бірінші тапсырма. Тіктөрт бұрыш туралы кейбір мәліметтер белгілі, белгісіз мәліметті есептеп тап. Біз ең алдымен периметр және ауданның формулаларын еске түсірейік. Периметрдің формуласын жазайық. Пи тең А қосылған Б бұл жақшаға алынады. Және көбейту 2. Себебін бір рет түсіндіріп жіберейін. Мысалға бізде тіктөрт бұрышын былайынан ғой. Оның осы қабырғасын тапсақ бітті. Бізге басқалар керек жоқ. Себебі бұл келесі жағы да дәл сондай. Яғни бірдей, наяғы да бірдей. Сол үшін оны 2 еселейміз. Яғни ал аны табу үшін біз не істейміз? Пиді 2-ге бөлеміз. Тең көбейтеміз. Азайтамыз бұны. Ал біз бұны табу үшін пиді 2-ге бөлеміз. Азайтамыз аны. Бұл периметрдің өлшем бірлігі, яғни формуласы. Ал енді ауданның формуласын табайық. Яғни аудан ол бізде S, периметр ол Пи. S тең А көбейту В. А-ны табу үшін S-ті В-ға бөлеміз. Ал бұны табу үшін S-ті бөлеміз А-ға. Енді бізде мынау бірінші өрнек, яғни бұл тігінен жүреді. Мынау екінші өрнек, бұл да тігінен жүреді. Мұны үшінші өрнек тігінен. Мынау төртінші өрнек тігінен. Яғни біз осы формулаларға қарап, бұл есепті шығаруымыз керек. Формуласын бағана сызып қояйын сіздерге, шатас кетпесін деп. Яғни бұл формуланы біз не үшін еске түсірдік? Себебі біз бұл формуланы бұрында өткенбіз, яғни ұмытқалымыз мүмкін, одан кейін көп тақырып өттік. Енді есептейік. Біріншіде периметрін табу үшін біз пи тең 25-ті қосамыз 16-ға, көбейтеміз 2-ге. Мынау қосамалын жақшаға алуды ұмытып кетпейміз. Тең 25-ті 16-ға қоссақ, 5-6-ға қоссақ 11, бірі түсіп, бір ойда. 2-ні 3-ге қоссақ 4, ойдағымен 5. 51, 51-ді 2-ге көбейтсек 102. Бізде периметрі 102 шықты. Яғни 102 метр. Ал S тең бізде 25-ті 16-ға көбейтеміз. Көбейтеміз 16-ға. Біз баған түрінде жасауымыз керек. Мына жерге түсек, сосын өшіре саламыз. 25 көбейту 16. 6-ны 5-ге көбейтеміз неше? 30. Өлсіп шойда. 6-ны 2-ге көбейтсек 12. Ойдағымен 15 жазамыз. Көшеміз 5, 20, қосамыз 0, 10, бір ойда 3, ойдағымен 4. Яғни бізден 400 шықты. Мұнаны біз демде өшіре салайық. Кешіріңіздер, нақты кішкене қолайсыз болып қалды. Қазір бәрін істей саламыз. Яғни бізде 400 метр квадрат. Бұны кестеге жазсақ, 400 метр квадрат. Енді екінші өрнекке көшейік. Басқа түспен жасасақ, сәл түсініктірек болады.
яғни 2 деп мына жаққа жазып қояйық. Ал енді есептейік. Бізде периметрі және ені белгілі. Біз яғни ұзындығын тапқанда не істейтініміз мына жақта жазылып тұр. Содан қарап жасаймыз. Яғни біз ұзындығын тапқанда, яғни периметрін А тең 126 бөлу 2 азайту Б бізде 28. Есептейік, 126-ны 2-ге бөлсе, яғни біз жүктеп алайық 126 деп. 100-ді 2-ге бөлсе 50, 20-ны 2-ге бөлсе 10, 6-ны 2-ге бөлсе 3. Яғни қоссақ 50, 60, 63. Енді 63-тен 28-ді азайтайық, мен азайта алмаймын, яғни 63-тен 28-ді азайтамыз. 13-тен 8-ді азайтамыз, тең болады 5. 5-тен 2-ні азайтамыз, 3. Яғни бізде 30 шықты. Яғни 35 шықты. Бұл ұзындығы 35 сантиметр екен. Бұны кестеге жазып қояйық. 35 сантиметр. Енді біз ауданын табу үшін мына формуланы істейік. Яғни мына формуланы қолданамыз. 35 көбейтеміз 28-ге. Баған түрінде көбейте салайық. 35 көбейту 28 тең болады 44 айдан 24, 28 70. Мынаға симай жатыр екен. 0,89. Яғни бізде 980 шықты. 980, яғни ауданы 980 сантиметр квадрат. Ал енді сызып қояйық. Келесі өрнекке көшейік. Яғни ол бізде ол жақта ені және периметр белгісіз. Біз енді ауданымен есептейтін боламыз. Ауданында, яғни ені белгісіз болса, ауданын ұзындығына бөлейміз. Бөлейік. В тең 2808-ді бөлеміз 78-ге. Баған түрінде бөліп көрейік. 2808-ді бөлеміз 78-ге. 280-нен қайырамыз. 280-де 78 неше рет бар екен? 70-ті 80 деп аламыз. 280-ді 80 деп аламыз. 280 деп аламыз. Ол осы қалпында қала береді. Яғни 0-ден алып тастаймыз. 28-де неше 8 бар. Яғни біз жобалап есептегенде 24 3-8 бар деп ойлаймыз. Яғни 3 деп көрейік. 3-ті 8-ге көбейтеміз. 3-8-ге көбейткенде 24, 4-ті түсіп 2 ойда. 7-ге 3-ті көбейтеміз 21, ойдағымен 23.
23. Азайтып көрейік. 10-нан 4 азайтса 6, 7-ден 3 азайтса 4, 2-ден 2 азайтса 0. 8-ді тіркейміз. Менің ойымша, мынаның екесесі секілді. 234-ті 2-ге көбейткенде 468 шығады. Сондықтан 3-ті 2-ге көбейтсек 6. Бізде дұрыс шықты. Бәрібір тексеріп көрейік. 6-ны 8-ге көбейтсек 48, 8 түсіп 4 ойда. 6-ны 7-ге көбейтеміз 42, ойдағымен 46. Бізде дұрыс шықты. Енді бізде 36. Яғни ені 36 дециметр болды. Енді біз периметрін табамыз. Пи тең 36 қосылған 78 көбейту 2. Мынанан қоссақ 8-ге 6-ны қоссақ 14, 4 түсіп 1 ойда. 7-ге 3-ті қоссақ 100, ойдағымен 11 болады. Яғни 2-ге көбейтсек 228. Периметрі 228 дециметр. Ал енді соңғысын есептейік. Бізге орын жетпегендіктен бұны мынау жерлерге жаза берейік. Бұл жерде бізде есеп беріліп тұр. Бұл сәл қиындау болуы мүмкін. Яғни ұзындығы енінен 15 миллиметрге артық. Яғни біз қосамыз. Түсін ауыстыруды ұмытып кеттік біз. Болды. Яғни біз қосамыз. 25-ті қосамыз 15-ге. Қатты көрінбей кетті ме? Мейлі. Тең 40 болады. Яғни бұл 40 миллиметр. Ал енді біз периметр мен ауданын табайық. Периметрін табайық. Пи тең. Яғни 25-ті қосамыз. Жақшашылған 25 қосылған 40 көбейтілген 2. Тең болады мына екеуін қоссақ. 65. 65-ті 2-ге көбейтсек 130 болады. Яғни периметрі 130 миллиметр. Ал енді біз ауданын табайық. Яғни бізде ауданын табу үшін ені мен ұзындығын көбейтуіміз керек. Яғни 25-ті көбейтеміз 40-қа. Тең болады. Яғни бұл есепті шығарудың ең оңай тәсілі 25-ті 4-ке көбейтеміз. Ол 100 шығады. Мына 40-ның артындағы 0-ін тіркейміз. 1000. Яғни бізде 1000 шықты. Ауданы 1000 миллиметр квадрат. Бізде есеп осылай шықты. Қатты шатасып кетпеңіздер, кешіріңіздер, орын жетпей қалды. Сау болыңыздар. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытып кетпеңіздер.